Армысыздар, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Құралай Жұмаханқызы. Алдымен аңдатпа. Жұлдыз шағын ауданында су құбырларын жүргізу үшін қазылған жұмыстардың аяқсыз қалғанына 2 жыл болған. Рахмет Өтесінов атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде Киокушинкай каратэ-додан 2-ші республикалық турнир өтті. Енді осы және өзге де жаңалықтар туралы толығырақ. Жұлдыз шағын ауданында су құбырларын жүргізу үшін қазу жұмыстары басталған еді. Алайда оның еш өзгеріссіз тұрғанына 2 жылдан астам уақыт болған. Бұл жеке кәсіпкердің өз кәсібін ашуға кедергі келтіріп отыр. Айтуынша, осы жағдайды жергілікті әкімдікте ескерткенмен әлі ешқандай нәтиже болмапты. Емберген Рахметов өз жеке кәсібін ашу бойынша құрылыс жұмыстарын осыдан 2 жыл бұрын бастаған. Қазіргі таңда ғимараттың жұмысы аяқталуға жақын. Ал су құбырларын жүргізуге арналған қазу шаралары нысанның жанынан өткендіктен кедергі келтіріп тұр. Айналасы түрлі қоқысқа толып, тұрғындардың жүріп тұруына зиянын да келтіруде. Одан бөлек балалар ішіне түсіп ойнайды. Bir күні оқыс оқиғаға ұрынып қалама деп алаңдаймын дейді кәсіпкер. Бұйыртса енді биыл енді ашамыз ба дегенбіз, енді бұйырса келесі жылға ашамыз, Алла қаласа. Мына алдарым болып. Мына жерлерін бір тегістеп, енді көріп отқаныңыздай алды дұрыс емес. Осыны болсақ, Алла қаласа ашамыз. Өзім Рахат әкімшілігіне өткенде алдын бір кіріп шыққам, ескеріп. Мынау бір үкімет жағынан үлкен бір жаңа не дейді, құрылыс деп, соған жоғарыдағы ағаларымыз болмаса, солар шешу керек деп не қылған, соған бола отырмыз. Енді айттық, енді бір ауыз ескерттік алдын. Енді шешіп берсе дұрыс, енді сол айтатынымыз. Қазу жұмыстары 2018 жылдың соңында басталған, алайда осы күнге дейін ешқандай шаралар жүргізілмепті. Аталған мәселені айтып, қалалық құрылыс бөліміне хабарласқан болатынбыз. Бөлім басшысы бұл жұмыстар қаражат бөлінбегендіктен тоқтап тұрғандығын жеткізді. Айтуынша, жоспарға сәйкес биыл қараша айында бұл бағыттағы жұмыстар басталмақ. Осы бюджеттің несінің нақтылығында бір 46 миллиондай қаралып тұр. Сол бойынша енді мердігерде қаражат болмағасын, бір жерде ақша бөлінбей тұрғасын, ол кішкене тұрып қалды сол бойынша. Енді биыл ноябрьдің айының басында ол жұмыстар басталу керек, себебі қаражат бөлініп жатыр ноябрьде. Ноябрьдің аяғында бастайсыздар ма жұмысты? Жоқ, басында. Басында, иә. Орталарында бастап кетеді, себебі қаражат сол ноябрьдің бастарында берілу керек. Мамандардың сөзінше, жұмыстар келесі жылдың ақпан айында аяқталады деп күтілуде. Ал жеке кәсіпкер кәсібін іске қосқанға дейін жергілікті атқарушы орган өкілдері аталған мәселені бір жақты етіп шешіп берулерін сұрайды. Айнұр Мейрамбайқызы, Қаршыға Байтөреев, жаңалықтар. Жаңаөзен қалалық жер қатынастары бөлімі электронды түрде қызмет көрсетуді 83%-ға орындаған. Бұл осы жылдың 9 айының көрсеткіші. Аталған бөлім кол орталықты іске қосу арқылы тұрғындар тарапынан келіп түсетін өтініш пен сауалдар қандай да бір мәселелердің жедел шешімін тауып сапалы қызмет көрсетуге жұмыстанған. Жыл басынан бері осы уақытқа дейін жер қатынастары бөліміне 861 өтініш келіп түскен. Оның 660-ына келісім беріліп, талаптар орындалса, 156-сын кері қайтарған. 3 айда 100-ден аса тұрғын өз сауалына бейне қоңырау арқылы жауап алған. Бөлім кол орталық құрып, өзіне өзі қызмет көрсету бұрышын іске қосқан. Әлеуметтік желідегі парақшалар арқылы 150-ден аса азаматқа көмек көрсеткен. Мұның барлығы электронды қызмет көрсетуді жандандырып, сыбайлас жемқорлыққа жол бермей, пандемия кезінде тұрғындардың денсаулығына қолайлы жағдай жасау мақсатында қолға алынған жұмыстың нәтижесі. Қазіргі таңда жер қатынастар бөлімі 9 түрлі қызмет көрсетеді. Осы 6 қызметтің ішінде жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту, жер учаскесін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобасын жасақтау, жер учаскесін іздестіру жұмыстарын жүргізу, жер учаскесін бөлу сияқты өзге де қызметтер түрлерінен тұрады. Бұл қазіргі шағын және орта кәсіптің кезінде кеңінен қолданылатын қызметтер болып табылады. Аталған қызметтер тұрғындар қазіргі кезде біразы электронды түрде көрсетуге сауаттылығы жоғарылады деп айтуға болады. Жаңаөзен қаласының көлемі 51.549 гектарды құраса, 18.000 тұрғын үйлер аумағы алып жатыр. Бос жерлер 18-20%-ды құрайды. Ал ауыл және егін шаруашылығына берілетін жер көлемі 2 гектардан аспау тиіс екен. Бірақ 5 гектарға дейін ұлғайтып беру мүмкіндіктерін қарастырамыз дейді бөлім басшысы. Өйткені келіп түсетін өтініштердің де басым бөлігі кәсіпкерлік саласы бойынша екен. Биыл қуаңшылыққа қарамастан, мал шаруашылыққа қарағанда, ауыл шаруашылық ішіндегі егін шаруашылыққа өте сұраныстар көп түсіп жатыр. Жылыжай сияқты мәселелермен қамту үшін оларға біздер мысалға конкурстық тәсілде жер учаскелерін шығарып жатырмыз. Міндетті түрде алдын ала 30 күн бұрын біз хабарламасын береміз газетке, жергілікті басылымдарға, әлеуметтік желілерге. Бірақ бір учаскеге 5-6 тұрғыннан
қатысып жатыр өтініштер бар. Ондай мүмкіндіктер. Алдағы уақытта электронды көрсетілетін қызмет сапасын арттыру мақсатында Telegram-бот геоақпараттық портал іске қосылуы мүмкін. Әсел Алдашева, Баққали Зияддинов, жаңалықтар. Қала күніне орай мұнайшы мәдениет сарайының жанында жәрмеңке ұйымдастырылды. Бұған еңбек бағдарламасы бойынша грант ұтып алған кәсіпкерлер қатысты. Жалпы аталған бағдарлама арқылы 40 кәсіпкер 585 мың теңгеден қайтарымсыз қаржат алған. Сол қаржыға жұмыстарын бастап, өндірген өнімдерін тұтынушыларға ұсынды. Оның ішінде сүт өнімдерінен бастап, қолөнер бұйымдарына дейін бар. Базар бәсіне әрине нарықтағы бағалармен барлығы сәйкес келеді. Ол да біздің қарамағымызда қарап тексеріп отырамыз. Сол бойынша ақпарат, мәлімет сұратып отырамыз. Енді қазіргі эпидемияға байланысты қазір көбісі онлайн жасап жатыр. Енді аталған жеке кәсіпкерлер бар, олардың өз кішігірім ашылған дүкендері бар. Сол арқылы сауда жасап, өз күндерін көріп жатыр. Қаламыз тағы бір медициналық орталықпен толықты. Заманауи тіс емханасы көпшілікке есігін айқара ашты. Салтанатты рәсімге қала басшылары, дәрігерлер мен белгілі тұлғалар атсалысып, құттықтау тілектерін жеткізді. Орталықтың ерекшелігіне де тілші бейнематериалынан көріңіздер. Тіс емдеу саласындағы үздік мамандардың бірі Болатбек Бисенбаев жаңа орталықты іске қосты. Еңбек жолын 1995 жылы бастаған ол тіс технигі болып жұмыс атқарған. Қалалық емханаларда тәжірибесін арттырып, жеке кәсіпке бет бұрған. Енді міне екінші тіс емханасын ашып отыр. Салтанатты шарада ойындар ойнатылып, қатысушыларға сыйлықтар үлестірілді. Қонақтар ақжарма тілектерін айтып, кәсіптің өрге жүзуіне тілеулес болды. Бірінші байлық денсаулық болса да, қайғы кезде де адам баласында барлығы да қалыптасып жақсы болады деп есептеймін. Сол себепті бұл клиниканың денсаулыққа тікелей байланысы бар. Тісіміз сау болса, басқа ары қарай да деніміз сау болады деп есептеймін. Сол себепті сізге үлкен табыстар тілеймін, жетістіктер тілеймін. Өзіңіздің мамандығыңызды бүгінгі кәсіпке айналдырып, біздің қаламызға аса қажетті осындай стоматология керек еді. Соның қазір сұранысқа байланысты осындай өзіңіздің еңбекқорлығыңызбен, өзіңіздің ойыңызбен ашып жатсыз. Сізге тек сәттілік тілейміз. Денсаулық болсын, барлығын құтты болсын барлығы. Мына тіс салу дегенде бір жасап атқанда көрдім. Инеменен жаңа құдық қалғандай деген сөз бар. Сондай екен бірде келсем. Мына оғлы күкірт жаңағы бірдеңелерді қосып түтетіп отыр екен. Апырмай, мынаның өзі де қиын зат екен ау деп. Оғлы зат екен ау деп. Кетіп едім бір көргенде. Ал айналайын қолтығын, оң болсын, құтты болсын. Бала шағаңның ортасында осындай қызық көз ертең диясың да бітіріп келеді ғой. Стоматология ісі қиында жауапкершілігі жоғары кәсіптің бірі. Сол себепті сапалы қызмет атқару үшін озық технология қажет. White Clinic орталығы соңғы үлгідегі құрал жабдықпен қамтылған. Келушілерге барлық жағдай қарастырылған. Мұнда тіс емдеу, жұлу, жаңасын салу және бет күтімін жасау секілді түрлі қызмет көрсетіледі. Тәжірибелі мамандардан құралған топ тұрғындарды қабылдауға дайын. Біздің стоматологияның негізгі кәсібі тіс емдеу, жылу, салу, тағы да басқа қызмет түрлерін көрсетеміз. Және бетті әрлеу, косметология саласында бір жолға қойғанбыз. Сонымен жұмысымызды бастап жатырық, халқымызға қызмет көрсетеміз, жақсылап деп ойлап жатырмыз. Осы ісімізді береке берсін, басқа қала қонақтар келіп жатырса, есік ашық, кім-кімге де. Қаламызда медициналық орталықтардың көптеп ашылуы қуантады. Соның нәтижесінде қосымша жұмыс орындары құрылып, дәрігерлер арасында бәсекелестік артатыны белгілі. Жаңа емхана басшысы 12 адамды жұмыспен қамти отырып, халық игілігіне қызмет етуге әзір екендігін жеткізді. Ажнат Қазиева, Баққали Зияддинов, жаңалықтар. Сенбі жексенбі күндері Рахмет Өтесінов атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде Киокушинкай каратэ додан екінші республикалық турнир өтті. Бұған Нұр-Сұлтан, Алматы, Шығыс Қазақстан, Атырау, Жамбыл, Түркістан облыстарынан және Ақтау мен Жаңаөзен қаласынан 300-ден астам спортшы қатысты. Турнир жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Шара барысында Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашевтің бейне құттықтауы көрсетілді. Сосын спортшыларға қала әкімі Мақсат Ибағаров сәттілік тіледі. Киокушинкай арқылы шаһардың даңқын шығарып жүрген жастардың атын атап ерекше құрмет көрсетті. Сонымен бірге Ақжол партиясының Маңғыстау облыстық филиалы төрағасы Жаңбырбай Матаев та тілегін білдірді.
Құрметті қонақтар және өскелең ұрпақ, сіздер туған еліміздің мәртебесін биіктеп, ертеңгі болашағы жарқын, еңсесі биік болу жолындағы игілікті істеріңіз жемісті болып, жаңа табыстарға жеткеніңізге тілектес білдіремін. Бүгінгі республикалық дәрежедегі турнирді ашық деп жариялап отырып, барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Біз сіздердің Қазақстан Республикасының ары қарай дамуына, өсуіне, гүлденуіне атсалысады деп үлкен сенімдеміз. Сіз міне дене шынықтыру бағытында қазір, спорт бағытында өзіңізді тәрбиелеп жүрсіңіздер. Сондықтан болашақ тәуелсіз Қазақстан сіздердің қолдарыңызда. Осы өткен додада сіздерге сәттілік тілегім келеді. Салтанатты шара барысында Ұлттық спорт федерациясы президентінің алғыс хатымен Жаңаөзен қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі марапатталды. Сосын Киокушинкай каратэ-до федерациясы облыстық филиалының төрағасы үздік спортшыларға спорт шеберінен үміткер дәрежесін тапсырды. Өнерпаздар ән билерін орындап, сосын жекпе-жек басталды. Атырау облысынан 20 бала. 14-15, 16-17, 8-9 әр салмақта балдар көп болды. Жетістігім чемпионат Қазақстан күміс. Сосын тағы да балдарда күміс бар. 5 чемпионат Қазақстанға шықтым. 3-і бірінші орын, 1-і қола медаль, 1-і екінші орын. Жарыс 2 күнге жалғасты. Жексенбі күні жеңімпаз спортшылар марапатталды. Еске сала кетейік, Киокушинкай каратэ-додан өткен бұл турнир әлемдік додаға қатысатын жастарды іріктеу болып табылады. Сәбит Лұқпан, Қашыға Байтөреев, жаңалықтар. Бүгінге айтарымыз осы, келесі эфирде қайта қауышқанша.